бастаған, береке мен бірліктің байрағын биік ұстап думанымен дүбірі басылмаған, әз қуанышын ешкімнен жасырмаған қадірлі қасиетті қазақ елі, 3-ші мегаполис тұрғындары, бүгінгі қазыналы қуаныш құтты болсын, бір жақсы болсын, той құтты болсын. Иә, құрметті Алдияр ағайын, бүгін ерекше күн. Бүгін бөлекше мереке. Мына өздеріңізге белгілі, өлкемізге танымал, әр қазақ менің жалғызым деп білген, тектілігімен тебіренген біздің Разов әулеті, қаңылы елінде болып жатқан, асқаралы біздің Мұхтарбай ағамызбен Ақжаулы жел білген. Құрметті қонақтар, енді бұл қазақ айтатын мылжың сөзбен жеңеді. Сөзді езген жеңеді, езгенді Құдайдан безген жеңеді. Көп сөйлеп созбайық, әдептен озбайық. Ғалымжан мен Айгүл бақытты болуға лайық. Баршамыз орнымыздан тұрайық, қошеметті ұрайық, жастарды әсем әннің аясында қарсы алайық, жастарға лайықты қол салайық ағайындар. Сахна төрінде Ғалымжан, Айгүл. Рахмет. Құдайға шүкір, біріне бір жарасып тұр, ине мен жіп сияқты. Әнұранның сөзі мен әні сияқты бір-біріне үйлесіп тұр, Құдайға шүкір. Енді бауырым мен сен бірінші болып құттықтап қояйын. Ғалым, жан екенсің жүзігі, тәрбиелі балапаныңнан, сүрмеген ешқашан Айгүл қызды алақаныңнан. Ұлдарың болсын ұғымды, қыздарың болсын бұрымды, қосағыңмен қосылбай махаббат атты жырыңды. Жар дегенің жаназығың шырын бал, жайын бұғып сырларыңды шығын бар. Қалу үшін мәңгілікке жар болып, жарыңнан да жасыратын сырың бар. Ерлі зайып тату болса бұл күнде, ұнасыңды ойыныңда күлкіңде. Екі жүрек, егіз ішек білгенге, ал бір ішектен күй шығар мүмкін бе? Ойшылдарымыз айтар, отбасы деген үгілі домбыра сияқты болады Ғалымжан. Бірі қатты, бірі сәл-сәл жайбырылады. Егер екеуінде қатты тартып қойсаң жағымыз дұрыс шығады дейді. Бірін қатты, бірін сәл-сәл жайбырылып, өмір асуын аса беріңіздер. Енді сәлем сөздің анасы, мақал сөздің данасы, төс қарсылай көріскен қай қазақтың баласы. Bir ек қадам алға шығып, бір мұсылманша амандасып қойсаң. Керуен бастар жігіттің нары өзіне алайық, азамат болар жігіттің жары өзіне алайық. Ғалымжан мен Айгүл бақытты болуға алайық, қошеметті ұрайық, жастарды той төрден қарсылайық, әсем әннің аясында қарсылайық ағайындар. Мархабат, қабылдаңыздар. Мына әйеліңнің бір саусағына сүйіп қойсаң, сауап бұйы болады екенсің. Bir Айгүлдің бір қолына сүйіп қойшы, ерінен демеймін, қолына бір сүйіп қойшы, сауап бұйы болады. Ерінен сүйсең 5 сауап бұйы болады екенсің. Давай. Ойнап айтам. Ондай шығып жатыр. Қойсай қалды. Екең қиып алса ше де өлі. Екесін қимай шекесін сүймеген қазақпыз. Дұрыс па? Мұсылманбыз ғой, Құдай қаласа. Жақсылап екесін қиып аламыз. Және біздің 200 көреді жеше. Қаратау бірде қарлы, бірде қарсыз. Ер жігіт бірде малды, бірде малсыз. Айдың бір жағы жарық болса, бір жағы қараң болады. Өмірдің бәрі тәтті болып өтуі мүмкін емес. Айгүл, Ғалымжан не жейді, сіз соны жейсіз. Қай жерге жатады, солға жатасыз. Артық нәрсе сұрамаңыз. Еркектің ызығы далада. Далаға шығып кетсе, мына 3 сұрақ қоймаш айналады. Қашан келесің, кіммен жүрсің, қашан қайтасың деген. Дұрыс па жігіттер?